1688 сайты Android телефондарда Play Market'те жоқ қой. iPhone телефондарда App Store'да бар, иә. Енді бұл 1688 сайты бізге керек болмайды. Мысалға міне. Мынау біз осы күнге дейін қытайша 1688-ді пайдаланып келдік, иә. Мына жерден товарды сатып алу үшін Alipay керек болды. Загранпаспорт керек болады. Верификациядан өту керек. Мына жерден қысқасы біз тіке товар ала алмайтын болдық, иә. 1688 қытайша түрі. Ішінің бәрі қытайша, мысалға, мынаны қара. Мынаны оқу үшін әр қайсысын переводчикпен аударып отырып қазақша мағынасын білу керек болады, иә. Мысалға, мына товар туралы сөйлескім келсе, ішінен яғни айтқанда сөйлесе алмаймын, иә. Сөйлесе аламын, бірақ қытайша сөйлесу керек болады. Көрдіңіздер ма, мына жерде мына. Қытайша болған Google переводчик керек болады, иә. Енді қазақша 1688 сайты шығып жатыр, ол іші мынандай болады. Қазір міне регистрациядан өтетін боламын. Регистрация дегенде мен регистрация жасалып тұр. Ол тіркелген номерімді жазып, арғай өтіп кету керек болады. Міне қазақстандық номерін, өз номерін жазып жатырмын. Қазір номеріме SMS келеді. Міне SMS келді. Қазір 730. Міне авторизация успешно деді, мен 1688-ге өттім, көрдіңіздер ма? Бұның іші алдағы уақытта қазақша болады. Мына жерден барлығын қазақша, орысша, ішіндегі адамдармен қазақша сөйлесе беретін боласыздар. Мен айтып жүрген 1688-дің қазақша нұсқасы осы, міне. Қысқасы, менімен бірге болыңыздар, парақшама жазылып алыңыздар. Осы 1688-дің қазақша нұсқасын шыққанға дейін күтіңіздер. Қалай шығады, солай сіздерге бірінші маған WhatsApp-ма шығып жазған адамдарға соларға айтамын. Екінші TikTok-қа, YouTube-қа, Instagram-ға жариялаймын.